Сұр қасқыр мен қу түлкі ертегісі. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал кемпіріне қарап айтады: «Сен, кемпірім, бәліш пісіре бер, ал мен балық аулауға барып келейін». Сөйтіп шал балық аулауға кетеді. Бір шана балық аулап алып, үйіне қарай қайтып келеді. Келе жатса, жолда домалақтанып түлкі жатыр. Шал шанадан түсіп, түлкіге жақындады. Ол қозғалмайды, өліп қалған секілді. «Кемпіріме сыйлық болады», деп түлкіні шанаға салып, өзі атын жетектеп алға жылжиды. Ал қу түлкі керек уақытты таңдап алып, балықты бір-бірлеп жолға лақтыра бастады. Балықтарды түгел лақтырып біткен соң, өзі шанадан секіріп түсті. «Кемпірім, саған тоныңа жаға алып келдім», дейді шал. «Қайда?» «Әне, шанада балық та, жаға да бар». Кемпір шанаға жақындаса, балық та, жаға да жоқ екен. Кемпір шалына ұрысты: «Ойбой, шал, сен ақымақсың ба? Мен алдағың келді ме?» Сол мезгілде шалдың ойына жеткені: түлкі өлмеген ғой. Қайғырғанмен ештеңе де істей алмады. Ал түлкі барлық шашылған балықтарды бір жерге жинап қойып, жей бастады. Қараса, қасқыр келе жатыр. «Амансың ба, түлкі? Амансың ба? Балығыңнан берші». «Өзің ұстап ал да, жей бер». «Мен ұстауды білмеймін». «Мен ұстадым ғой». «Қасқырым, сен өзенге барып, мұзды ойып, құйрығыңды сол ойыққа батырып қойсаң, балықтар құйрығыңа өздері ілінеді. Неғұрлым көп отырсаң, соғұрлым көп балық ұстай аласың», деді түлкі. Қасқыр өзенге барып, құйрығын ойыққа салып отырды. Қыс мезгілі болған. Түні бойы ойықта отырды. Құйрығы мұзға қатып қалды. Тұрайын десе, тұра алмайды. «Көп балық ұсталған екен ғой, шығара алмай отырмын», деп ойлады. Қараса, кемпірлер суға келе жатыр. Қасқырды көріп, айғай салды: «Қасқыр, қасқыр, соғыңдар оны, соғыңдар». Жүгіріп келіп, қасқырды соға бастады. Қолдарында не бар, сонымен соқты. Біреуі ағашпен, екіншісі шелекпен, қолдарына түскен затпен соқты. Қасқыр секіріп құйрығын үзіп алды да қаша жөнелді. «Жақсы, қу түлкі, мен сені әлі жазалаймын», деп ойлады қасқыр. Ал қу түлкі балықты толық жеп алып, ауылға барып, бірдеңе ұрламақшы болды. Бір үйге кірсе, кемпір қамыр илеп қойыпты. Сол қамырға байқамай басын кіргізіп алады. Басына қамыр жабысып қалды. Сол мезгілде қасқыр қарсы жүгіріп келе жатқан еді. «Сен маған балықты аулауды үйретем дедің, ал мені кемпірлер ұрып тастады». «Сенде тек қан шықса, менің басымнан соққыдан миым шығып тұр. Сенің соққыңа қарағанда менікі ауыр.
әзер келе жатырмын, дейді түлкі. Ол рас, дейді қасқыр. саған ауыр дейді түлкім. Менің арқама отыр, жеткізіп саламын. Түлкі қасқырдың арқасына отырып алды. Қасқыр түлкіні әкете берді. Қу түлкі қасқырдың үстіне отырып, ақырын ғана сөйледі. Соғылған, соғылмағанды әкеле жатыр. Соғылған, соғылмағанды әкеле жатыр. Қасқыр түлкіге: Сен бірдеңе айтып келесің ғой. Қасқырым, мен соғылған, соғылғанды әкеле жатыр деп айтып отырмын. Иә, түлкім, солай. Сөйтіп, қу түлкі айласын тағы да іске асырды. Бекерден бекер қу түлкі деп айтпайды екен.